Сәлем достар, біз сіздермен алдыңғы сабақта сиыр бұрышының синусы, косинусы, тангенсы, котангенс тақырыбына есептер шығарғанбыз. Бүгін тағы да сол тақырыпқа есептер шығарайық. Бірінші берілгені бізде тік бұрышты үшбұрыш. Тік бұрышты үшбұрыш. С төбесі, А және Б төбесі. С гипотенузасы, А катеті және Б катеті. Бізде берілгені бірінші екі катеті. Аның мәні 6 сантиметрге тең, Б-ның мәні 8 сантиметрге тең. Табу керек үшінші катетін және осы үшбұрыштағы қалған барлық бұрыштарын. Олай болса, гипотенузасын табу үшін Пифагор теоремасын қолданамыз. Сонда С-ның квадраты, ол бізде А квадрат қосылған Б-ның квадратына тең. Сонда С тең квадрат түбірасында 6-ның квадратына қосамыз 8-дің квадратын. 6-ның квадраты 36, 8-дің квадраты 64, 36-ға 64-ті қоссақ, С тең квадрат түбірасындағы 100-ге тең. Ал одан 10 шығады. Сонда гипотенузамыз 10 сантиметр деген сөз. Енді осы жерде белгісіз А бұрышын, Б бұрышын және С бұрышымыз 90 градус екен белгілі. С бұрышымыз 90 градус. Енді А бұрышының синусын табайық. Синус А бұрышы. Ол бізде қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Яғни бізде Аның С-ға қатынасы. Аның мәні 6-ның 10-ға қатынасы деген сөз. 6-ның 10-ға. 6 мен 10-ды 2-ге қысқартатын болсақ, 5-тен 3-ге тең. Сонда синус А бұрышының мәні 3-тің 5-ге қатынасы болса, онда А бұрышының градустық өлшемі тең болады 37 градусқа. Енді бізге белгісіз Б бұрышының градустық өлшемін табу үшін Б бұрышы тең болады. Үш бұрыштың бір бұрышы 90 болса, қалған екі бұрышының қосындысы 90 градусқа тең болу керек. Сонда 90 градустан азайтамыз 37 градусты. Сонда Б бұрышы тең болады 53 градусқа тең. Яғни бұл жерде есептің екі катеті бойынша үшінші гипотенузасы мен барлық бұрыштарының мәнін табу керек болған. Екінші тапсырмада берілген С гипотенузаның ұзындығы 13 сантиметрге және бір катетінің мәні 5 сантиметрге тең. Табу керек екінші белгісіз катетін және барлық бұрыштарын. Олай болса, Б бізде белгісіз катеті бар. Бұны табу үшін Пифагор теоремасы бойынша екі катеттердің квадратының қосындысы гипотенузаға тең болса, онда бір катетінің квадраты гипотенузасының квадратынан азайтамыз белгілі екінші катетінің квадратын. Сонда Б тең болады түбірасында С-ның мәні 13, 13-тің квадратынан азайтамыз 5-тің квадратын. Олай болса 13-тің квадраты 169, 5-тің квадраты 25, 169-дан 25-ті азайтсақ, бізде 144 қалады. 144 квадрат түбірасынан 12-ге тең. Сонда белгісіз екінші катетінің ұзындығы 12-ге тең деген сөз. Енді бұрыштарын тапсақ, С бұрышы бізде тұрақты 90 градус, А бұрышы мен Б бұрышын табу керек. Енді А бұрышының синусын тапсақ, синус А бұрышы. Ол бізде іргелі жатқан катеттің, қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Яғни бізде Аның С-ға қатынасы. Аның мәні 5-ге, С-ның мәні 13-ге тең. Сонда 5-тің 13-ге қатынасы. Енді калькулятордың көмегімен А бұрышын градустық өлшемін табатын болсақ, А бұрышының градустық өлшемі жуықтап 22 градусқа тең. Енді А бұрышы белгілі, Б бұрышының градустық өлшемін табатын болсақ, Б бұрышыныкі 90 градустан азайтамыз А бұрышын. А бұрышы 22 градусқа. Сонда Б бұрышы 90 градустан 22 градусты азайтамыз. Сонда Б бұрышының градустық өлшемі тең болады. 10-нан 2-ні азайтсақ 8, 8-ден 2-ні азайтсақ 6. 68 градусқа тең.
Келесі үшінші тапсырмасында бізге берілгені гипотенузасы және оның бір сүйер бұрышы. Гипотенузасының ұзындығы 2 сантиметрге тең, ал альфа бұрышының градустық өлшемі 20 градусқа тең. Бізге табу керек А қабырғасын, Б қабырғасын және барлық бұрыштарын. Бір бұрышы альфа бұрыш, яғни альфа бұрышын біз А бұрышы деп алсақ, А бұрышының градустық өлшемі бар. С бұрышының градустық өлшемі 90 градус екенін білеміз. Б бұрышының градустық өлшемін оңай таба аламыз. Енді бізге А мен Б қабырғасын табу керек. Олай болса, осы бұрыштың синус альфа бұрышының синусын тапсақ, қарсы атқан катеттің гипотенузаға қатынасы, А-ның С-ға қатынасы. Бізде синус альфаның орнына 20 градусты қоя аламыз. Сонда бізде С-ның мәні бар, А катетін табамыз. А тең С көбейтілген синус альфа. Сонда А катеті тең 2 көбейтілген синус 20 градусқа тең деген сөз. Енді екінші Б катетін табу үшін осы бұрыштың косинусын табайық. Косинус альфа. Ол дегеніміз Б-ның С-ға қатынасы. Ал енді Б-ны табатын болсақ, Б катетін гипотенуза көбейтілген косинус альфа. Альфаның орнына 20 градусты қоямыз, С-ның орнына 2-ні қойсақ, сонда екінші катеті ол 2 көбейтілген косинус 20 градусқа тең деген сөз. Енді бізде бар бір бұрышы альфа бұрышы, А бұрышы 20 градусқа тең екенін білеміз. Ал Б бұрышын табайық. Б бұрышы, яғни 90 градустан азайтамыз 20 градусты. Сонда Б бұрышының градустық өлшемі 70 градусқа тең. Келесі енді бізде төртіншісінде берілген бір катеті берілсін, және осы катетке қарсы атқан бұрыш берілсін. Яғни А катетінің ұзындығы тең болсын 3-ке, ал оған қарсы атқан альфа бұрышының градустық өлшемі 30 градус 27 секундқа тең болсын. Яғни екінші катетін және гипотенузасын барлық бұрыштарын табуымыз қажет. Олай болса, бізде осы бұрыштың синусын табайық. Синус альфа тең А-ның С-ға қатынасы. А-ның қарсы атқан катеттің гипотенузаға. Енді осы жерден С-ның мәнін тапсақ, С тең А бөлінген синус альфа. А-ның орнына қоямыз 3-ті, синус альфаның орнына 30 градус 27-ні қойсақ, сонда гипотенузасы 3-тің синус 30 градус 27 минутқа тең. Енді осы бұрыштың тангенс альфасын табайық. Тангенс альфа қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасы А-ның Б-ға. Бізде альфаның мәні бар, А бар, енді Б-ның мәнін тапсақ. Б тең А-ның тангенс альфаға қатынасы. А-ның орнына қойыламыз 3-ті, альфаның орнына 30 градус 27 минутты қойыламыз. Енді бізде белгісіз бір катетін гипотенузасы мен катетін таптық. Альфа бұрышы бар, А бұрышымыз, енді Б бұрышын табайық. Б бұрышының градустық өлшемін табу үшін 2 бұрышының қосындысы 90 градус болу керек. Азайтамыз А бұрышының градустық өлшемін. Олай болса, Б бұрышынан 90 градустан азайтамыз 30 градус 27 минутта. Сонда 90-ның ішінде 30, бірін азайтақ 60, 60-тан 59, 59 градус, 60-тан 27-ні азайтсақ 33, 59 градус 33 минутқа тең. Біз сіздермен қарастырдық сүйер бұрышының синусы, косинусы, тангенсы, котангенсы тақырыбына есептер шығаруды. Ал әзірше сау болыңдар.